Көктем табиғаттың түрленетін тамаша мезгілі. Иә, көктем келіп шуағын шашқанда әлдебір жылылық күтіп тағатсызданамыз. Қыстан аман шықтық, көктем келді деп шаттанғанмен, ағзада орын алатын кей өзгерістер қуанышты су сепкендей басатыны бар. Арнама қош келдіңіздер. Неге әр көктем сайын әлсіздік болады? Не істеуге болады? Бұның себептері қандай? Осы сияқты сұрақтар мазаласа, менімен бірге болыңыз. Арнама тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыз. Көктемде өмірдің күйбең тіршілігімен қоса әлсіздік балағынан тартып, не істерін білмей дал болып жататындар аз емес. Бұған қоса ауа райының өзгеруі де адамның көңіл күйіне әсер етеді. Әрі адамдардың көпшілігі қыста аз қимылдайды да көктем шыққанда қимыл қозғалысты үдетеді. Осы кезде жұқарып тұрған иммундық жүйе бірден әлсірейді. Адамдардың көпшілігінің қан қысымы төмендеп басы ауырады. Бұған қоса көктемде күн бір жылып, бір суып тұратындықтан көп адамдар суық тигізіп алады. Сонымен қатар адамдардың болмайтын нәрсеге ренжуі, иммунитеттің әртүрлі ауруға әлсіз болуы басым болады. Сөйтіп адамдар көктемгі әлсіздікке тап болады. Дәрумен жетіспеген кезде бас айналып ұйқышылдық басады. Адам әлсіреп жұмысқа қабілеті төмендеп, дел салдық күйін кешеді. Тез шаршайды. Жүйкесі жұқарып, сәл нәрсеге ашу шақырады. Кейде қан қысымы төмендейді. Шаш жиі түсіп, көздің көру мүмкіндігі нашарлайды. Тіпті тырнақтың реңкі өзгеріп, қаншалықты күтіммен қарасаң да қалпына келмейді. Онда сызықтар мен дақтар пайда болады. Дененің терісі құрғап, тіпті қабыршақтанып кетеді. Бұндай кезде бұрыннан созылмалы аурумен ауыратын адамдардың дерті қайта қосса, кейбіреулер жаңадан ауру жұқтыруы мүмкін. Әсіресе ер адамдарға қарағанда әйелдер дәрумен тапшылығына жиі ұшырайды. Өйткені физиологиялық жағдайлар ағзадағы дәрумендерге әсерін тигізіп отырады. Сондықтан халқымыз көктемді жуанның жіңішкереп, жіңішкенің үзілетін шағы деп атайды. Ең алдымен бұл кезде салауатты өмір салтын ұстанып, жүйелі тамақтану керек. Мүмкіндігінше табиғи тағамдарды пайдаланған жөн. Оның ішінде ұлттық тағамдарды, шұбат, қымыз ішіп тұрса, иммунитет күшейеді. Ағзасында кальций жетіспейтін адамдар тары жегені дұрыс. Ересек адам күніне 1 литрге дейін табиғи сүт ішсе, дәрумен тапшылығын сезінбейді. Бұған қоса, ас мәзірінде көкөністерді пайдалану керек. Құрамында дәрумендері көп тағамды талғап жеу керек. Сәбіз ең пайдалы көкөніс. Оның құрамында көптеген дәрумендермен қатар минералды тұз да бар. Сәбіз көздің көруін жақсартып, терінің жақсаруына әсер етеді. Қызылша шаршауды басып, депрессиядан құтқаратынын көбіміз біле бермейміз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Деніңіз сау болса, оны сақтау керек. Егер сырқат болса, сауықтыру қажет. Тәтті тағам емес, денсаулыққа пайдалы тағам тәтті екенін ұмытпаңыз. Адам көңіл күйінің құбылуы да ауруға шалдықтырады. Мәселен, үнемі торығып, ұнжырғасы түсіп жүретіндердің 45%-ында әртүрлі ауырсыну сезімі пайда болатын көрінеді. Әсіресе ызаланып, қайғырып, бір нәрсені уайымдап жүретіндер ауруға бірінші шалдығады. Сондықтан көктемде көңіл күйді түсірмеуге тырысқан жөн. Өзіңізді әлсіз сезінбеу үшін бұл маусымда ағзаны ағыздап, еркелетіп тұрған жақсы. Күн сайын таңғы шай орнына қайнаған жылы суға 1 ас қасық бал қосып ішсеңіз жақсы. Үстіне жарты лимон шырынын сығып қосуыңызға да болады. Ол жасушалардың жаңаруы мен жасаруына жақсы көмек. Әрі көктемгі әлсіздік витамин тапшылығына қарсы керемет күрес. Тәуліктік қуатыңыздың сарқылмауы мен өзіңізді сергек сезінуіңізге көп үлес қосады. Таза ауада жүргенде бір қалыпты терең тыныс алып жаттығыңыз. Мұрынмен тыныс алу керек, бірақ ентігуге жол беруге болмайды. Ол тыныс алу жолдарының жұмысын жақсартып, өкпеге көбірек таза ауа баруына жол ашады. Ал таза ауа арқылы өзіңіз сияқты өкпеде сергіп қалады. Ми жасушалары да оттегімен қанығып, шаршауды басуға көп көмегін тигізеді.
Өзіңізге өзіңіз массаж жасаңыз. Ағзаңызға, қолыңызға, желкеңізге, тіпті қарныңызға да. Денеңізді бос ұстап теледидар көргенде, тынығып жатқанда осылай бұлшық еттерді босаңсытып, қан жүгіртіп алу керек. Әсіресе аяқ башпайларына жасалған массаж оның күні бойғы шаршауын басады. Жүйкелердің жақсы тынығуына жол ашады. Дұрыс ұйқының маңызы зор. Күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтап, түс уақытында мүмкіндік болса бір мезгіл мызғып алғаныңыз жөн. Отырған жеріңізде шам жағып қойып, бөлмеңізге қуатты шамдарды қойғаныңыз дұрыс. Әрине, қолдан жасалған жарықтандыру күн сәулесін алмастыра алмайды. Бірақ бұлтты күні ең дұрыс шешім осы болмақ. Гардеробыңызда ашық түсті киімдер мен аксессуарлар көбірек болсын. Сарғыш түсті көйлек немесе орамал күйзеліспен тамаша күресе алады. Мандарин немесе басқа да өзіңізге ұнайтын майы қосылған хош иісті ванна қабылдаңыз. Бұл көңіл күйіңізді көтеріп сергітеді. Қарап тұрсаңыз, қиын емес амалдар, ал ағзаға көмегі өте көп. Олай болса, еріншектікті ерекше амалдармен алмастырыңыз. Саулығыңызға сеп болады. Көктемнің жайма шуақ күндерінде барлық сырқат пен әлсіздікті артқа тастап, қыр гүліндей құлпырып, жадырап жүре беріңіздер. Көктемнің әлсіздігімен сіздер қалай күресесіздер? Сол туралы комментарийға жаза кетіңіз. Әрине, тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Аман сау болыңыздар.